Сәлем, менің есімім Рамазан. Сіздермен бірге бүгін мамандық таңдайтын уақыт. Мысалға үшін программист мамандығын алатын болсақ, қазіргі уақытта қаншама ғасыр дамыған сайын компьютерде де дамып жатыр. Әрине бүгінгі таңда компьютерді қажет десе де болады. Бағдарламалау 21 ғасырда пайда болды. Ал 20 ғасырдың ортасына дейін ақпараттық технологиялардың қарқынды өсіп келе жатты. Бүгінгі таңда бағдарламашы мамандығы кең таралған және өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі. Бірінші, программист болу жағын емес, біз программист деген кім? Жеке қарастырып көрейік. Өйткені қазіргі уақытта компьютер жөндейтін адамды да программист деп жатамыз. Әрине бұл өте дұрыс емес. Программист деген кім? Программист дегеніміз арнайы бағдарламалау тілі арқылы программа жасайтын адам. Егер де сіз біреуді программист деп ойласаңыз, бірақ ол программалау тілін білмесе, онда ол программист емес. Сіздің тіпті компьютер жөндеу жағынан 20-30 жылдай тәжірибеңіз болатын болса, ешқандай да бағдарлама тілден білмейтін болсаңыз, онда сіз программист емессіз. Жарайды, программист боламын деп шешім қабылдадыңыз. Ал енді ары қарай не істеу керек? Бірінші, сіз программист ретінде не жасағыңыз келеді, соны шешіп алыңыз. Мысалға, веб-сайт жасағыңыз келеді. Мүмкін Android разработчик, немесе iOS разработчик, немесе түрлі ойындар жасағыңыз келеді. Соның ішіне Windows, macOS, Linux деген секілді, осылар ішіне қайсысы болғыңыз келеді? Енді келесі қадам, бағдарламалау тілін үйрену. Онда мен сізге Python, Java, қарапайым тілдерді меңгеруді ұсынамын. Бұл не үшін? Егер де сіз бағдарламашы ретінде бұрын сіз ешқандай да бағдарламалау тілімен жұмыс жасамаған болсаңыз, сіз оның логикасын түсінбейсіз. Ол үшін сіз қарапайым бағдарламалау арқылы Python, Java арқылы сіз меңгере түсесіз. Оның барлығын меңгеріп алған соң басқа да қиын. Кез келген бағдарламалау тілдерін жұмыс жасап, сол жағын оңай түрде меңгеру үлкен мүмкіндік бар. Кейін өзіңіздің салаңыз бойынша бағдарламалау тілдерін меңгерсеңіз болады. Бірақ енді Google өзі официальный түрде Kotlin-ді бекітті. Дегенмен де әлде қайда ыңғайлы. Онымен программа жасау жеңіл. Біз барлық салаға тоқтала алмаймыз. Дегенмен де айтатын салалар өте көп. Бұл жерде енді таңдау көп. Және уақыт өткен сайын өзгеріп отырады. Бұрын мысалы Android-ға программа жасау үшін Java тілі қолданылатын. Қазіргі уақытта Kotlin бағдарламалау тілі қолданылады. Программист мамандығының артықшылықтары мен кемшіліктері. Артықшылығы: жоғары жалақы. Жоғары білікті бағдарламашы орташа жалақысы 400.500 теңгені құрайды. Ал сұранысқа келетін болсақ, бағдарламашы үшін еңбек нарығы қоғамдық өмірдің барлық салаларын цифрландыру есебінен өсіп келеді. Онлайн білім беру, телемедицина, интернет заттары, тіпті ауыл шаруашылығы қазір IT мамандарсыз жасай алмайды. Шығармашылық үшін қызықты тапсырмалар. Бағдарламашы жұмысты не істейді? Кодты жазады, тексереді, осалдықтарды тексереді, кодты қайта жазады. Алайда кодтаудың соңғы нәтижесі әртүрлі мақсаттарда бар жұмыс бағдарламасы. Кейбір бағдарламашылар ойындар жасайды, басқалар роботтарды бағдарламайды, тағы біреулері пайдалы Android қосымшалар жасайды.